Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа ауызашарға өте керемет, дәмді, мақтадай жұмсақ болып шығатын кәріс асханасының осындай пигоди тағамын дайындайтын боламыз. Сонымен қатар бұл тағам тойымды және бір жасағаннан шығады. Олай болса, видеоның маңызды сәттерін өткізіп алмай, соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы суымызға ашытқымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қамыры жұмсақ болып шығу үшін үстіне бір ас қасық сұйық май құямыз, тағы да араластырамыз. Енді алдымен електен өткізілген ұнға бір шай қасық тұзымызды бірінші салып араластырып аламыз. Сол кезде біздің тестамыз жақсы болып шығатын болады. Енді осы сұйық массамызға жайлап жартысын сала отырып бірінші қасықпен араластырамыз. Енді қалған бөлігін салып ұнның қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Және қамырымызды илегеннен кейін үстінен сұйық маймен бір майлап жіберіңіздер. Бетін жауып, жылы жерге ашығанша 10-15 минутқа қалдырамыз. Құрметті достар, каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстіне басып қоюды ұмытпаңыздар. Және осы видео ұнаса, лайк басып, келесі қандай рецептер көргіңіз келеді, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Енді біз қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған ет 500 грамдай және 2 пиязды ұсақтап турап аламыз. Пиязы көбірек болса, біздің де пигодиіміз соншалықты сочный болып шығатын болады. Енді 500 грамдай капустамызды да ұсақтап, төрт-бұрыштап турап алатын боламыз. Барлық салмасын дайындап алдық, енді араластыратын боламыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш қосамыз және тұз қосамыз. Сочный болып шығу үшін 2 ас қасық сұйық май және 2 ас қасық соевой соус қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Пигодидің қамыры міне керемет бұл осындай бұл көтеріліп шықты. Енді ішіне қарай барлығын бір қайырып аламыз және столымыздың бетін майлап қамырымызды түсіреміз. Енді осылай кішкене бөліктерге бөлеміз. Кондитерлік таразы болса, соған салып өлшеп алғандарыңызда дұрыс. Әрқайсысын 80-100 грамдай етіп бөліп аламыз және осылай ішіне қарай барлығын бүктеп дайындап аламыз. Қамырымыздың беттерін салафанмен жауып қоямыз, әйтпесе кеуіп кетуі мүмкін. Құрметті достар, осы каналымның жоғары қарай дамуына кішкене болса да үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға WhatsApp группаларда және басқада әлеуметтік желілерде поделиться етіп бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді осы кішкене бөліктерімізді жайып аламыз. Қалыңдығы осындай 2 сантиметрде болады. Жұқада болмайды, қатты қалыңда болмайды. Енді үстіне салмасын толтырып саламыз. Жасап жаққан кезде пигодидің бетін жауып отырыңыздар, сонда беті қатып кетпейтін болады. Сіздерге түсінікті болу үшін пигодидің түйілу жолын тағы да көрсетіп жіберейін. Ең бірінші шетін қыстырып жапсырамыз, одан кейін саусағымыздың көмегімен екі жақ шетінен осылай бір-біріне қарай жапсыра отырамыз. Және екі шетін астына қарай жапсырамыз. Сонда біздің пигодиіміз топ-томпақ әп-әдемі болып шығатын болады. Дәл осылай жапсыру міндетті емес, бұлай түйе алмасаңыз, кәдімгідей жапсырып шықсаңыз да болады. Осы кезде мантаварканың кастрюлясына су құйып қайнатып қоямыз және барлық пигодиларымызды түйіп дайындап алғаннан кейін мантаварканың табасын майлап
немесе осында сетка болса сетка қойып үстіне арасын алшақ етіп саламыз. Арасы жақын болса пісу барысында көтеріліп бір-біріне жабысып қалады. Енді 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пигодиямыз дайын болды. Өте керемет, жұп-жұмсақ көтеріліп әдемі болып пісіп шықты. Пигодияларыңызды соевый соус және корей салатымен ұсыныңыздар, сол кезде өте керемет болып дәмі әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады бұл тағам. Баршаңызға ас болсын.